Қобыланды батыр жыры сюжеттік желісі, композициялық құрылысы жағынан жалпы эпикалық жырларының дәстүрлі сюжет құрылымымен сәйкес келеді. Жырдың көркем бейнелегіштік сипаты, сөз кестелері мен өрнек нақыштары, жыр өлшемі мен өрімі дәстүрлі қайталау. Ұйқасырғақ жағынан эпикалық жыр талабына сай құрылған. Жырдың негізгі тірегі Қобыланды, оның ерлік істері. Қобыланды батырдың композициялық құрылысындағы өзіне тән ерекшеліктің бір оқиғаны дамытуында. Жырдағы оқиғалардың қисынын келтіре тізбектеп айту, бір оқиғадан екіншісін тудыра өрістете жырлау, шегініс жасамай үдете түсу жырдың басты ерекшелігі. Жырдың Біржан, Марабай, Мергенбай, Нұрпейіс айтатын нұсқалары басынан аяғына дейін өлеңнің жыр түрін сақтай отырып, батырдың туысынан бастап қартайғанға дейін жасаған ерлік істерін суреттейді. Жыршы ақындардың қайсы болса да әр алуан алыс тартыс айқастарды, жекпе-жек күрестерді, шабуыл жорықтарды, шұғылынан жасалған қимыл әрекеттерді өлеңнің әрі орамды, әрі ұшқыр түрі жыр арқылы суреттейді. Тыңдаушының көз алдына елестететіндей әдемі суреттер жасайды. Қобыландының жау батырлармен соғысы, немесе Тайбурылдың шабысы қандай шапшаң болса, оларды сондай етіп елестететін жырда шапшаң болуы тиіс. Қобыланды батыр жыры ең алдымен оның тіл байлығы, сөздік қоры молынан пайдаланылған әдемі картиналар, портреттер жасалып, жыр оқиғасы әсерлетіп баяндалады. Жыр тілінің байлығы неше түрлі әдемі теңеулер, метафоралар жасалуымен, дыбыс қайталанылуымен көрініп отырады. Батырдың іс-әрекетін, жүріс-тұрысын, тұлғасын әсірелеп, ұлғайтып көрсету, оның жаратылысының ерекше, бойында асқан күші бар батыр екендігін көрсету үшін асыра суреттеуі орын алады. Бұл өзіне тән ең негізгі ерекшелік.